Сәлем достар, сіздермен Айсұлу. Бүгін біздің екінші бөлім, яғни қазақша костюмымыздың шалбарын тігетін боламыз. Достар, сіздерден тағы да өтініш, менің жұмысымды бағалағандарыңыз ретінде сіздерден лайк, комментарий, подписка күтетін боламын, және де басқа да арнадан видеоларды көріп алыстамас үшін будильник батырмасын басып қойыңыздар. Ал ендеше бастайық. Матамызды аламыз, бағытын тағы да тексеріп аламыз. Өзгеретін бағыты бойынша қимаймыз, керісінше өзгермейтін бағыты бойынша ұзыннан алып отырамыз. Енді шалбарымыздың лекаласын матамызды бүктеп алып, екі бүктеп қойып аламыз. Мінекей, біреуі алдыңғы бөлік, біреуі артқы бөлік. Және де жан-жағынан 1-1 сантиметрден қалдыра отыра сызып аламыз да лекаламыз бойынша. Лекаланың үстіне ауыр зат қойып сызсаңыздар да болады, немесе глазомер, яғни көз өлшемдеріңіз жақсы болса, осылай сыза берулеріңізге болады, әбден үйреніп кеткеннен кейін. Қиятын кезде міндетті түрде инемен қадап алыңыздар, бекітіп әр жерінен матамыз жылжып кетеді біздің. Мынау бізде пояс, яғни белдігі. Енді әрі қарай кокетка дейді. Бұны яғни шалбарымыздың белдіктің алдынан белдікке дейінгі орналасқан бөлігі. Екі бөлік керек бізге де. Мінекей дайын болды. Енді біз ең бірінші кокеткамызды артқы бөлігіне орналастырып аламыз. Яғни ойығы қатты ойық болып тұрған бөлік бізде ол артқы бөлік болады. Кокеткамыздың үлкен ені, міне көрсетіп тұрмын, үлкен жағы ол сол ойық жағына қарай қарайды, ал кішкентай жағы ені ол ортасына кетеді, біріктірген кезде шалбарымызды. Бұл бізде екі артқы бөлігі. Осы жерде біз екі жанын тігіп аламыз. Және де соны тігісімізді бір жаққа қарата отыра, арт жағына қарата отыра үтіктеп шығамыз. Және де үстінен бір тігіспен тағы да үстінен өтеміз. Одан кейін балақ жағына шетіне қарай оюымызды жабыстырамыз. Өздеріңіздің фантазияларыңыз бойынша бұл жерде моншақпен көмкерулеріңізге болады, немесе тағы да басқа стразалар, тастар, жолақтар қандай да бір қосып сәндеуге болады. Осылай үтікпен үстінен бір басып алып, және де матамыздың теріс жағынан да жақсылап үтіктеп аламыз. Сол уақытта біздің оюымыз нық жабысатын болады. Енді міне алдыңғы бөлік пен артқы бөліктерді осылай бір-біріне тігіп алдық жандарын, және де оларды осылай қосып, енді аяғымыздың ішкі бөлігінен, яғни ішкі жандарын тігетін боламыз. Көрсетіп тұрған жерлерде бізде екі балағымыз міне дайын болды. Және де біз осы жерде қазір ауын біріктіріп тігетін боламыз. Сіздерге мына жерде тігіс туралы бір мәлімет беріп жіберейін. Егер де оверлок жоқ болған жағдайда, осындай қарапайым машинада оверлокқа ұқсайтын тігіс болады. Көріп тұрсыздар, жоғарғы және төменгіде екі түрлі тігіс. Төменгі тігіске қою үшін бізде SS режиміне қоямыз да, плюске немесе мына жақта минусқа қою арқылы размерлерін реттеп аламыз. Мен көбінесе ортасына қоямын. Және де сол бойынша барлық тігістерді жасап тігулеріңізге болады. Шалбар бізде астар матасыз тігілгендіктен біз міндетті түрде осындай оверлокқа ұқсас тігіспен тігуіміз қажет. Немесе бір жолақты тігіспен тігіп аламыз ең бірінші. Осылай қою арқылы 3-пен 2-мен тігу арқылы. Және де болғаннан кейін тігіп, қайтадан зигзаг тігіспен сол шеттерін өңдеп шығамыз. Мінекей, осындай екі түрлі нұсқа бар, оны ары қарай өздеріңіз пайдаланыңыздар өз қажеттіліктеріңізге. Енді әрі қарай шалбарымыздың ауларын осылай біріктіре отыра, осылай бір тігіспен барлығын тігіп шығамыз. Мінекей.
мінекей шалбарымыз дайын болып қалды. Енді төменгі балағын 2 рет қайыра отыра ішке сыртынан әдемілеп бір тігіспен тігіп шығамыз. Ол үшін инемен бекітіп алыңыздар. Солай өздеріңізге оңай болады. Өлшеп нақты қарап алыңыздар. Мен өзім 2 сантиметрден ішке қайырдым, сонда 4 сантиметр ішке қарай кетті. Енді белдігін тігеміз. Белдігінің қосылатын жері артқы бөлікке кетеді. Міне көрсетіп тұрмын. Оны ең соңынан тігесіздер. Яғни мен артық алып қиғандықтан олар артық міндетті түрде қалады. Сондықтан оны ең соңынан тігесіздер. Ол үшін ортасын тауып алып, дәл сол ортасын алдыңғы бөліктің ортасымен біріктіреміз де айналдырып тігіп шығамыз. Артық жерін болғаннан кейін қиып тастаймыз. Мінекей осындай болды. Артық жерін қиып тастадық. Соңынан осы жағын тіктік. Енді осы белдігімізді 2-ге бүктейміз. Және де іш жағындағы жаңағы тігісімізге қоса тігеміз. Мінекей бағанағы біздің біріктіріп тіккен тігісіміз белдікпен. Сол тігіспен біріктіре отыра зигзаг немесе жаңағы оверлокқа ұқсас тігістермен тігіп шығамыз. Мінекей. Және де кішкене артқы бөліктен ортаңғы жағынан осындай бөлік қалдырамыз. Ол жерден біз резина өткіземіз. Тереу арқылы өткізесіздер. Мінекей шалбарымыз осымен дайын болды. Достар, сіздерге ұнаса, шынымен де маңызды болса, осындай роликтар сіздерден лайк, комментарий, пікір күтетін боламын. Міндетті түрде қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Айсұлу. Менен әртүрлі каналдан видеолар күтіңіздер. Арнадан алыстамаңыздар. Сау болыңыздар. Сәттілік тілеймін тігінде.